turganay, sol soluğu ustaba biylenge turganay. Şarıp biylеңіз, armandaga küylеңіз, şap biylеңіз, şaptıganın süysеңіз, jubuңuzды jibermey alıp kalıp biylеңіз, jubuңuzды jibermey alıp kalıp biylеңіз. Baykamay, karay verdim men doğan başkaları baykamay. Şarıp biylеңіз, armandaga küylеңіз, şap biylеңіз, şaptıganın süysеңіз, jubuңuzды jibermey alıp kalıp biylеңіз, jubuңuzды jibermey alıp kalıp biylеңіз. Talşıbıqтай buralğan bilegenin ədimi, sulu qız ben tətdi qoy doydumanın əlimi, sulu qız ben tətdi qoy doydumanın əlimi. Şarıp biylеңіз, armandaga küylеңіз, şap biylеңіз, şaptıganın süysеңіз, jubuңuzды jibermey alıp kalıp biylеңіз, jubuңuzды jibermey alıp kalıp biylеңіз. Bir sulu qız toyda jür öte şıqtı bir qaray, bir sulu qız toyda jür öte şıqtı bir qaray. Sol suluğu ustaba biylengep turganay, sol suluğu ustaba biylengep turganay. Şarıp biylеңіз, armandaga küylеңіз, şap biylеңіз, şaptıganın süysеңіз, jubuңuzды jibermey alıp kalıp biylеңіз, jubuңuzды jibermey alıp kalıp biylеңіз. Əppaq qılıb köylегimді kiyib alayım, әнге салайын, саған барайын. Екеумізге көзі түссін бүгін талайдан, бақша сарайдан, осы маңайдан. Әппақ қолға тұрды, білгендей боп сырды, тарам. Әппақ қолға жүрді, гүлге құшақ толды, демек саған барам. Шыдайсың жан шуағым бүгін жанымда, арай бағымда, шуақ таңымда. Мен асығыс қайтқым келет түннің шағында, жанның барында, әкем бабында. Әппақ қолға тұрды, білгендей боп сырды, тарам. Әппақ қолға жүрді, гүлге құшақ толды, демек саған барам. Elini bol önüp ösken әппақ ұяның, сенсің қиялы, шын жаныяның. Біздің ауыл жағасында Сырдарияның. Әппақ қолға тұрды, білгендей боп сырды, тарам. Әппақ қолға жүрді, гүлге құшақ толды, демек саған барам. Әппақ қылып көйлегімді киіп алайын, әнге салайын, саған барайын. Екеумізге көзі түссін бүгін талайдан, бақша сарайдан, осы маңайдан. Әппақ қолға тұрды, білгендей боп сырды, тарам. Әппақ қолға жүрді, гүлге құшақ толды, демек саған барам. Әппақ қолға тұрды, білгендей боп
көп сырды, тарам тарам аппақ қолға жүрді, гүлге құшақ толды, демек саған барам. Alma dirmesin, alma birsin cirmesin. Alma dirmesin, alma birsin cirmesin. Alma birgin kollarımdan, aynala indirmesin. Alma birgin kollarımdan, aynala indirmesin. Жандарым, көңіл күйлер қалай болып жатыр жалпы? Көңілді отырыңыздар дейміз. Ал енді рұқсат болса, екінші ақ дастарханымыздың жақсы бір алғашқы ақ тілегі Құдай деген сөзіменен, шыңыменен бір әріп өзгерген Есен атамыздың Құдай қосқан құдаларын шақырайын, құдағиларды шақырайын, құдаша құдабалдарды шақырайын. Ал билеп шығайық. Келіңіздер. Осы әулеттің құдағилары. Ауылда тұратын қыз теңейтін емсіз лағылға, сағынғанда құшақтасам малғынды басып, отырғызып сіз секілді қызды жанымда. Сізді болама, сөйлесейік түстігімдер біздің араға, сағыныштың қылыныш еттің гитарамменен күзгі далада. Сағындым мекен, көре алмаймын мен болашақ жарымды бөтен. Көркемедіңіз, шақырғанда жүрегіме ерте келіңіз. Сізге арнап сақтап қойған ақ көңілімді өзге біреу ластап кетсе қайтер едіңіз. Сізді болама. Келіңіздер, құдалар. Жандарым, жол көрсетсеңіздер, қыз берген, қыз алған кімнен бастаймыз? Үлкен сіз бапа? Мәзірше. Кеш жарық осы тойға жиналған қауым. Бүгін міне біздің Есен құдамыздың 70 жас мерейтойы құтты болсын. Бұл той осы отырған барша қонақтарға жұғысты болсын. Есеке денің сау болсын, аман бол. Осы көрген мына балдарыңның, немерелеріңнің қызығын көріп, ортамызда ойнап біліп жүре бер. Немересей, шөбересей, осы әрдайым денің сау болсын да осы. Әрдайым сіздің осылай жақсылық тойыңызға келейік. Денің сау болсын, осы ойнап күліп ортамызда жүре берсең болды сол. Денің сау болып кетсін. Кеш жарық, ассалаумағалейкум. Мына қашарлық, руднилық қонақтар. Мына Есен ағаң маған двойной құда дейма, қазақтар қалай дейді, қарсы құда дейма. Есен ағаң бірінші бізге қыз берген, екінші мен бұл кісілерге қыз берген. Қарсы құда, әрі құда. Есен аға, құдағай, мына балдарыңызға үлкен рахмет. Жаңағы атам қазақ айтады ғой, әкесі мен шешесі бар, балдар бақытты деп. Мына бақытты балдар екен, міне папасының 70 жас тойын тойлап жатыр екен. Бұл кісілерге мықты денсаулық, немерелерін
ертіп, шөберелерін шертіп, аруақта көз алдында немерелерінің ойын күлкіменен жылдан жылға жасқа тола берсін. Мен Алла емеспін, Алланың берген жасын жасасын. Өмірде бақытты болсын, жұмыста табысты болсын аруақта. Осындай ойын күлкіменен жылдан жылға жете берсін. Барлықтарыңызға жұғысты болсын, жаңа Құдағай айтқандай. Есен аға, Дил апа, неке Есен аға, бүгінгі сіздің үлкен мерейтойыңыз құтты болсын. Деніңіз сау болсын, өміріңіз ұзақ болсын. Алланың берген жасын жасаңыз. Неке сізді бүкіл халық осы жерде отырған сыйлап, алыстан, жақыннан арбалап келіп жатыр. Барлығы сізге ең жақсы сөздерді сізге айтып, енді сол жақсы сөздердің бәріне қосыламын. Сіздің кішіпейіл, не деймін енді, өзіңіздің білімдігіңіздің арқасында көп адамдарға көмегіңіз тиген, сондай азамат екеніңізді бүкіл халық біліп, қазір қошеметтеп отыр. Сізге барлық уақытта денсаулық тілеймін, отбасыңызға бірлік тілеймін. Дил апа екеуіңіз барлық уақытта не дейміз, бірге болып, осы өсіріп отқан ұл қыздарыңыздың, немере шөберелеріңіздің қызығын теңдей көріп, барлық келген жақын жоқ сіздің үйіңізге барлық уақытта жарқын жүзбен тойға келетін болсын. Тойыңыз тойға аласың. Құда деніңіз сау болсын, аманшылық болсын. Ассаламалейкум, жиылған қауым. Мына біздің Құдамыздың мерейтойына келіп отырсыздар. Сіздерге рахмет. Осы кісінің бәріңізге жасын берсін, бәрімізге. Деніңіз сау болсын, Құдағаймен мың жасаңыз. Дендеріңіз сау болып, әрқашан бағана супер Құда болып жүре беріңіз. Кеш жарық неке тойшыл қауым дейміз ба? Міне біз бүгін Құдамыздың тойына келіп қалдық. Өзі біз енді танысып жатырмыз Құдағайменен. Біз новый Құдағай десек болады. Сонымен неке бір енді сәтіміз түсіп неке сіздің тойыңызға келіп қалдық. Құтты болсын тойыңыз, жасыңызға жас қосыла берсін. Құдағай екеуіңіз әрдайым осы немерелеріңізді ертіп, шөберелеріңізді шертіп, әрдайым немене деймі, соңында қолынан май жалап, өйстіп, жақсы өмір сүре беріңіздер. Мінекей көріп жатырмыз, мінекей үлкен, жақсы жаңағы отбасынан таралған адамдар екенсіздер. Енді танысып білісіп жатырмыз, одан да бетер танысамыз деген ниеттеміз. Мына біздің бейбі қызымыз Бақытжан ба? Күйеу бала? Бақытжан, бақытты болсын, құдалығымыз мың жылдық болсын. Мына ұзақтан келген құдағайларыңыз бар, олар мінекей жолдың несімен келе алмай қалды, бәрі сәлем айтып жатыр. Тойларыңыз тойға ұласа берсін, дендеріңіз сау болсын. Құрметті қонақтар, құдағайлар, барлықтарыңызға той құтты болсын. Құда 70 жас мерейтойыңыз құтты болсын. Осы өсіріп отқан балдарыңыздың қызығына тоймай жүре беріңіздер. Немере шөбере сүйіңіздер. Ағаш тамырымен көбейсе, сіздер отбастарыңыз аман болсын. Мені сүйген жаныма, жүрегіңнің түгі бар. Мені сүйген жаныма, жүрегіңнің түгі бар. Мен сөйлеймін. Ал онда тапсыра берсін, я. Соғымға үйір айдатқан, қымызға бие байлатқан, дастарханын жайнатқан, қазандарын қайнатқан. Ағайынды алдырып, алыс жақын аймақтан, ұрыспен бақытты Құдайым босағасына байлатқан. Той дегенде Құдайым, жерің жоқ қой, жай жатқан. Сүбелі сөзбен мынау сырымды аштым, қуанышпен бүгін мен тойға қадам бастым.
ассалаумағалейкум арда қазақ, өздеріңмен тағы бір амандасын демекші. Мінекей, бүгін осы Есен ағам отбасында біздер үшін дастархан жайып, бастарымызды қосып, сонау алды Өзбекстаннан, арты кәдімгі өзіміздің Астана мекенінен келіп жатырған қонақтар армысыздар. Мінекей осындай той беріп жатырған бірінші Бажам Ахмет пен Рита, Бақытша мен Бейбі келіндерге мынау алғысымыз шексіз. Әрі осындай бала тәрбиелеп, осындай келінді жолға салып отырған Есен аға менен мінекей Ділдаш апа әрдайым ұрпақтарыңызбенен 100 жасай беріңіз. Алдымызда бірде тойда осындай 80 жасында тойлай берейік аға. Азғандай подаркымыз бар, мінекей тапсырып жатыр ғой. Мен сөйлеймін дегенше тапсырып қойды я. Құтты бола берсін тойларыңыз. Ассалаумағалейкум, арда қазақ. Көдеге 70 жасыңыз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Осындай көңіл күймен өмір сүріп жүре беріңіз да, немере шөберелерін қызына тоймай. Айтқан тілектеріңіз қабыл болсын дейміз. Сыйлықтарыңыз табыстауға рұқсат. Естелікке күшті қылып суретке түсіп алыңыздар. Бір билейік. Айда! Екеуміз бір арқалап арман жөгін, ортақ шаттық күтеміз алдан бүгін. Самал болып сипаймын маңдайыңнан, оятарда тербетіп таңдар күлін. Ғашық болып жүректер бала кезден, сырғушы тұнжырлы таңда көзден. Тасауысың жанымнан сені іздедім, сен болмасаң мен жалғыз дала кезген. Тасауысың жанымнан сені іздедім, сен болмасаң мен жалғыз дала кезген. Жұлдыздарды аспанда таратырмай, бір-біріне қуантып жанатындай. Жаным күнім әйтеуір сенсіз менің, қайырылып қанатым қалатындай. Ғашық болып жүректер бала кезден, сырғушы тұнжырлау таңда көзден. Тасамысың жанымнан сені іздедім, сен болмасаң мен жалғыз дала кезген. Тасамысың жанымнан сені іздедім, сен болмасаң мен жалғыз дала кезген. Ғашық болып жүректер бала кезден, сырғушы тұнжырлау таңда көзден. Тасалысың жанымнан сені іздедім, сен болмасаң мен жалғыз дала кезген. Ғашық болып жүректер бала кезден, сырғушы тұнжырлау таңда көзден. Тасалысың жанымнан сені іздедім, сен болмасаң мен жалғыз дала кезген. Тасалысың жанымнан сені іздедім, сен болмасаң мен жалғыз дала кезген. Ой, қандай тамаша. Ал төрлетіңіздер. Құдағилардың билеген мынау отқан халық көре алмай отырау деймін апа. Бір қол соқпай жатыр да просто. Құдалардың құрметіне бір қол соқпай. Ай жаным, неліктен өзгенің құшағын жылыттың, қай жерін ұнатып, несіне құнықтың, мен келген... Астан алып отырыңыздар. Анамызды ортаға шақырайын рұқсат болса. Тілләш ана, келіңізші апа. Нұрдан тараған, көңілім сені қалаған. Жаным апа, бір билеңізші. Халықтың нағым настроениесі жоқ десем, сіздің настроениеңіз болмай тұрған сияқты. Бір билеп беріңізші. Ата, келіңізші. Манадан айтып жатыр, атамыз танысыр диско деп. Әжеммен бір билеп беріңізші бізге.
Ал бір қол соқ қойыңыздар, жібер маэстро. Күнде саған барам, сенен хабарың жоқ қой. Салам әнге салам, мені сен шақырсаң, құстай ұшып барам. Сүйдім сені гүлнарым. Ей жаным деп гүлнарым, күнде саған барам, сенен хабарың жоқ қой. Салам әнге салам, мені сен шақырсаң, құстай ұшып барам. Сүйдім сені гүлнарым. Ауылыңа күнде барып қайтамын, көздеріңе махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын, айтамын. Ауылыңа күнде Рахмет. Жаным, ата күшті прямо бар ғой. 78 шалға ұқсамайды вообще, да, атам? Ата, әжем неге билемейді? Әлде билемейтін укол ұртып сағансыз ба? Не істедіңіз? Бәрі жақсы ма әйтеуір? Ота ұрғандарыңызға неше жыл болды, ата? 47 жыл. 47 жыл болды дейді, апа? Иә. Бәрі жақсы ма, же? Ешкім ұрысқан жоқ па? Бәрі жақындап тұрыңыз, же неменеге қорқып тұрсыз? Атамның туған күні қашан, ата, негізі сіздің? 5 октябрь. Бүгін. Жаным, ата, туған күніңіз құтты болсын. Ақылыңыздан айналайын, апа. Тұңғыш ұлды шақырыңызшы. Тұңғыш ұлды қасыңызға шақырыңызшы. Марат, Марат ба? ұлды деп жатсың ба? Я, ұлды. Ахмет дейсенім. Ахмет. Маралым менің маралым, сүйгенім сенсің мағалым. Жан. Ахмет мамаға тартып кетіпті. Билемейді Ахмет. Екінші ұлыңызды шақырыңызшы, ата. Бақытжан Есенұлы. Бақытжан. Тәтті сөзіңде, ол менің сүйген жаным жұлдызым. Шашы қара жаным сұлу. Үшінші ұлды шақырыңызшы. Жоқ, мен дұрыс айтып жатқан шығармын мен де. Қыздың күйеуін айтып жатырмын енді, ол болмай ма? Ол деп шақырып жатқаным ғой енді. Жақсы, Мұрат. Азайып тыныш жүректегі Көке, қатты айтты демеңіз, балаңыздың еркелегенін деп біліңіз. Қайнатаң туған күні ғой, билеп шықсай, көке. Жібер! тұрсың жаным енді сен, үміт беріп тұрсың жаным енді сен. Қайнатам туған күн деп сорпа ішпей жүрау деймін, Қалмұрат, ә? Мама, қыздарыңыз шақырыңызшы, келінің қызыңыздан бастайықшы. Бірінші қызды шақырыңыз. Марина. Марина. Үндеп қарап, жымайдың үнсіз, жылап тұр. Болды ма не? Қол көтереміз, болды, билемей. Билеп шығыңызшы, апа, күшті қылып. Марина қызына бір қол соғайық, жібер! Күйіп алайын, әнге салайын, саған барайын. Екеумізге көзі түссін бүгін талайдан, бақша сарайдан, осы маңайдан. Тұңғыш келін. Рита. Қоя тұр құрсын. Атаң алдында жібердің ғой бейді. Екінші келініңіз? Бибі. Ау? Бейбі немене допинг беріп саған ба? Қорықпағансыз ба бейбіден? Қаттырақ айтыңыз сой? Бибі. Менге бермейдін жаға, жүрегімнің. Бейбі қатты жақсы көреді екен сізді. Екенің ортасына от салып тұрсың. Қалжындай мей жан. Атам қасына тұр, әже? Атамның қасына тұр. Атам қандай тамақ жақсы көреді? Сорпа. Кел, қасыма кел. Ей жан, екінші келінің қасы. Келіңіз. Келіңіз, жақындап тұрыңыз мұн жақын. Қандай тамақ жақсы көреді? Сорпа. Ата сорпа дейді. Диета? Ей жан, сізде? Сорпа. Сорпа. Атама таңертең ұйқыдан тұрған кезде не бересіз? Каша. Сіз? Каша ямен. Каша. Түсте не бересіз? Сорпа. Сорпа? Сорпа. Кешке? Сорпа. Сорпа? Тоже сорпа ма? Не қылдыңдар сендер, кешеге қалған сорпаны тығып атқан жоқсыңдар ма айтыңдар? Ата дұрыс айтып жатыр ма? Таңертең каша береміз дейді. Ертелеп каша, я. Каша. Түсте сорпа. Сорпа. Кешке сорпа. Қосымшасы бар. Қосымшасын айтпай жатыр ғой. Басқа бөлек.
қосымшасына не бересіңдер? Сүтпен шай. Сүтпен шай. Сол сүтпен шай айран. Күшті. Мына кісі сүтпен шай береді екен, мына кісінің қасында айраны бар екен сүтпен шайдың. Дұрыс айтып жатыр ма ата? Оны қай уақытта бересіздер? Сүтпен шай ма? 4-те. 4-те? 5 шай. 5 шай. Күшті. Сіз де сол уақытта ма? Иә. Күшті. Атам таңертең тұрған кезінде каша жейді, шай ішпейді. Әбетте сорпа ішеді, шай ішпейді. 5-те ғана бір шай ішеді екен. Солай болып тұр ма ата? Жан. Апа, не дейсіз? Дұрыс. Дұрыс. Енеңіз қандай тамақ жақсы көреді? Енем тамақ жейді. Примерно бір тамақ жақсы көреді ғой енді сол. 5 бармақ. 5 бармақ. Барлық тамақ жақсы көреді. Немене келісіп алғансыңдар ма бір-бірінің сөздерін қайталап? Қандай тамақ? Апа қолда қайсы келін тұрады? Кішкентайы. Кішкентайы? Қандай тамақ? Қамыр ауқат жақсы көреді. Қамыр ауқат. Азанда тұрған кезде не бересің? Сүт шай, көк шай. Нағылда сүт шай, көк шай дейді? Екеуін де бірден бересің ба? Күшті. Тамақ. Әртүрлі тамақ сол. Мына кісі тамағын бірдеңе бердіңіздер ма? Үйде де өсіп сөйлей ма көке? Бәке? Таңертең мама тұрған кезінде қандай тамақ? Каша. Каша. Сол папаға істеп берген мамаға да бере саламыз. Түсте. Жалпы мына кісілер тамақ бере ма? Дастархан толып тұрады, қалағанын алып жей береді. Дұрыс айтып жатыр ма? Дұрыс. Жан, мама бәрі жақсы ғой, Неге біреуге ашуланып тұрған сияқтысыз ғой, мама? Жетім түрім сондай да, жаратылышым сондай. Сондай ма? Қайдан білейін, мен қаламай тұрған сияқтысыз? Жан, әрине әзіл ғой. Ұрпағыңызбен мың жасаңыз. Ата, Құдай қаласа 80-ге толған кезінде осылай алталаштың басын қоспасаңыз, ағайын туыстың басын қосып, дүбірлеген той жасаңыз. 90-ға келгенде Құдай қаласа ұрпақтарыңызбен Дубайда тойлаңыз дейміз. Алла сол күнді нәсіп етсін. Қартаймаңыз. Анамызбен бірге бір жастықта қартып. Ойнап күліп жүре беріңіз, жаным ата. Жана, Құда 5000 теңге берді да. Сіздер отыра беріңіздер болды. Сіздерді көп самай, мама. Жан, мама шай іштің ба? Іштім, енді береді. Көк шай ішесің ба? Қандай шай ішесің? шай ішем. Көк шай. Бейба? Көк шай. Бейба, көк шай алып бе. 5000 теңге берді жана Құда. Сәндібек Құда қайда? Қол көтеріп қойшы сәке. Жан, Алланың нұры жолы. Қосамыз ба? Қалауларыңыз бір 2000 теңгеден, 5000 теңгеден. Ахмет аға 5000 теңге. 5000 теңге. Енді күй бала ғой енді. Бір 10.000 теңге шығарады шығар. Қалжындайым құрсын. Каспи ма? Точно бар ғой, Каспиде қанша дейді? Ол айтылмайды ол. Мынаған қосым керек қой мен Каспидің. Кімге жіберем? Жоқ, ағасын айтсаңыз болды, сосын тауып берем ғой, кімге жіберетін? 10.000? Все, күшті 10.000. Шын жүректен беріп атсың ғой, Шын жүректен беріп атсыздар ғой, Андай болмасын, қазір той біткенсін, мен алатын ақшамын қысып қалып, ондай болмасын, жаным. Болды, кім? Бейба? Кім қайда жаңағы? Екі келіні, апа, күйеулеріңді алып кеттіңдер. Ал төрлетіңіздер. Ал енді рұқсат болса, мынау арнайы қолында 15.000 ақша, Құданың 5.000, екі ұлдың 5.000, сосын ауадағы 10.000 теңге бар. Сонымен 25.000 ақша. Күшті билейтін ер кісі, сосын әйел кісі шықса. Жан, көке. Көпжызар деген осы Есеннің туған бажасы. Оған атынан 5000 теңге беремін саған. Күшті. 5000 теңге. Болды, түсіндім көке. Көкеме бір қол соқып қояйық. Бағана что-то алақаным қышып етті, апа. Неге қышыт десем осы екен ғой.
Папа, маған көмектесіп жүрсеңіз, бір билейтін кісі кім бар, ер кісі? Жігіт, мужчина, кім бар билейтін? Марат деген немерем бар. Марат па? Марат деген немерем студент дейді. Кел, студент. Қалай қылайын, мен өзіңді сағынсам қалай шыдайын. Әже, әйел кісі, бір билейтін күшті, Маратпен. Мына келіндерден шығарайық. Ақниет шықсын. Ақниет, келіңіз. Ау деп шақырсам шықпа үйіңнен, біреу бар ма шығатын сенде көңілден. Не қылдың, Марат? Төбелесетін адам құсап ше, бәрін шешіп тадың сен. Ал, жібер кеттік. Қарамай жасқа, сен аған ауылыма кел дедің, номерін сұрасам да бермедің, жүр дедім қалаға сен көнбедің, не қылып берейін басқа. Сен аған ауылыма кел дедің, номерін сұрасам да бермедің, жүр дедім қалаға сен көнбедің, не қылып берейін басқа. Жан, Марат қалай биледі? Келін қалай биледі? Отыра бері. Күшті. Папа, кім бар тағы? Жігіт. Басқадан сұрасай дегенсіз, папа, сіздің той ғой? Қайырлы. Дұрыс айттың ба? Мына кісі ма? Жүріңіз, көке. Ау. Çevir. Burcu'nun bir envarıman, pinhan sedef Burcu'nun gevher şahvarıman, güzel hudan ağusın. Ne kıldın? Birden basak battın mı sen? Ana kızı çıksın деп atқаным ғой, музыка сол үшін ғой. Енді мына жерге шақырып алып сосын билетейін деп жатырмын. Жібер, маэстро. Sazın çalın, sazın çalın, oynap kalın. Sazın çalın, sazın çalın, oynap kalın. Xorazm.net taqdim etadi. Gelin dostlar oynalı, oynap doymalı. Gelin dostlar oynalı, oynap doymalı. Devreni genrak alıp, hezzeti oynap kalın. Devreni genrak alıp, hezzeti oynap kalın. Sazın çalın. Келін қалай биледі? Күшті. Қайрулла, я? Қателеспесем. Қайрулла қалай биледі? Ойпырмай сол қыздай, қарақа көз құндыздай. Кел, қаға кетпе. Әлі біткен жоқ. Әже, кім шақырайын? Әйел кісіден. Айнұр кім болады? Aynur singlim. Айнұр сіңілім дейді. Қыз бала гүл, қыз бала жыр, қыз бала ертеңізгені бұл. Мен де сенге қызғана біл. Мына кісімен билейсіз, Айнұр? Мама, тура бір математикадан беретін апайым құсап шықты ғой. Күшті. Қандай өлең қояйық, Айнұр? Любой ма? Любой ғой. Жібер. Қайрулла көкем қалай биледі? Айнұр! Түрлі көке. Жаным, ренжіме, көке кім бар? Айнұр мен Сәндібек құда. Сәндібек құда.
қылды сәке, осыған билей береміз бе? Любой өлең ба тоже? Или жақсы көретін өлеңдеріңіз бар ма? Бірбей ма? Жібер. Кім бар бір? Кім шақырасын? Кім шығам дейді? Кел. 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 What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump. Көке, қат жақындамаймыз, дистанция, ұят болмасын, дистанция, көке. Қандай өлең қойып берейін? Любой? Терме қойып берші. Қалжыңдай өзіміздің өлең қойшы айналайын. Не алдың құрсын? Өзбекше қойын ба көке? Жібер өзбекше. Көке, атыңыз кім еді? Юбилей? Атыңыз юбилей ғой, я? Юбилей көкем қалай биледі? Айнұр? Бармақ күшті билейтін. Әсет. Кім Әсет? Кел, Әсет. Открывай двери без ключа. Налетели как саранча. Стал богаче даже богача. Ассалаумалейкум. Осыған билей береміз, Әсет? Жібер. Открывай двери без ключа. Налетели как саранча. Айнұр, отыра бер, болды. Болды, отыра бер. Болды. Молодец, Әсет. Мыналар не істеп жүр? Үшеуінде өтті? Үшеуінде өтті ма? Дұрыс. Жалпы мына костюмді шешіп, микрофонды беріп сіздерге қайта берейін да мен неге? Кім бар? Әсетпен билейтін. Келіңіз, ағайындардан. Гаухар? Күшті билейтін Гаухар дейді. Қайда Гаухар? Келіңіз, Гаухар ханым. Қазақша, өзбекше? Қазақша? Молодежный? Жібер кет. Ау, современный, ал современникті көрейік. Апа, шашып ташы. Жібер. Мама, Әсет, сенде жалпы сүйек бар ма?
Майсымын. Кім күшті биледі? Әсет дегендер қол соғайықшы. Гауһар, атыңыз? Гауһар ханым. Екеуі бірдей болып қалды ма, не болып қалды? Тағы бір би көрейікші. Ау. Тағы бір би. Енді молодежный билеттік сен үшін. Енді апам үшін қазақша қойып берейін да. Жібер. Байқайын, әнді шырқап айтайын, бәрі тұрып билесін, бәрі тұрып билесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортадай. Әсеттім, келмей отыр ма? Жиырма мың, сосын ауадағы 10 мың. Кімге берейін? Жоқ, былай істейін да, ешкім ренжімесін. Мына қолындағы 20 мыңды екеуіне бөліп берейін да, бірінші. Ау. Міне Әсет. Әсет қой, міне. Апа, кетпеңіздер. Кел көке, ауадағы 10 мың теңгені не істейміз? Кімге атасыз? Өзің қалауың. Кімге атсаң да өзің қалауың. Әсетке атасың ба? Жан. Аш. Каспий голд аш. Көрейік енді халықтың бәрі куә болып отыр ғой. Айнұрға берсін ба? Айнұрға атыңыз 10 мың теңге. Айнұрға атыңыз. Номеріңді айт, жалмауыз. Айнұр, номеріңді айт. Дальше айтшы. Көке, жанда. Мынау саған Әсет. Апа, мынау сізге. Басқа ақша жоқ. Басқа ақша жоқ. Ақша жоқ деймін басқа менде болды. Сізге. Шошыма бері келі, қасыма бері келі қара. Ай шолық болса да таңдай. Рахмет. Айнұр түсті ма? Енді ана кісімен шешіп аласыз. Ал, рұқсат болса, астарыңыз әмді болсын, асықпай астан алып отырыңыздар. Мен ортаға Ахмет ағамыздың қызметтестерін шақырайын. Келіңіздер ағалар, алтын уақыттарын бөліп, әкеміздің қуанышын бізде бөлісейік, бізде ат салсақ деп келіп отырған Ахмет ағамыздың қызметтестері. Аға жайлы әнім бар, жаңа жайлы әнім бар, ән арнайтын соларға жазылмаған заң бар. Ұмытпайық мүлде, бірге жүрер күнде, жұмыс састар деген жаны қайсаң жан бар. Көңілсің көңіл, ән шығайық жеңіл, әріптестер деген жақының ойың бір. Сізбен мәнді өмір, сізбен сәнді көңіл, жұмыс састар менен өтер жарты ғұмыр. Аға. Ассаламу алейкум. Мен өзбекмін. Өзбекстаннан келіп, мені атам, мана 6 yıl болды. 6 жылдан бері. Давай теперь по-казахски. Қазақша дейін ба? 6 жыл болды мен Қазақстанға келгенімге. Осы атам мен ешқашан бір ауырсам, басқа болсам, бәріге көмектесетін осы атам. Мен Өзбекстанда да атам болса,
Бұл Қазақстандағы атам, Есен атам. Мен сыйлайым любой время. Өмір жасы ұзақ болсын. Женшемінен ұзақ өмір көрсін. 100 жастығыны той істесе, осы тойларды да осы жерде болайық. Кездесейік сол жерде. Сіздерді құттықтаймын. Сіздерге рахмет шақырғандарыңызға. Ахметті де, Ахмет бізді ағамыз, байланысамыз. Рахмет сіздерге. Шақырғандарыңыз үшін рахмет. Той құтты болсын. Той қыласа берсін. Айтқан тілектеріңіз қабыл болсын дейміз. Естелікке фотоға түсіріп ал. Ахмет ағамыздың қызметтестерінің айтқан ақ тілегіне алып отырыңыздар. Ән бар, жайлы ән бар, ән арнайтын соларға жазылмаған заң бар. Ұмытпайық мүлде, бірге жүрер күнде, жұмыс састар деген жаны қайсаң жан бар. Көтерілсін көңіл, ән шығайық жеңіл, әріптестер деген жақының ғой ең бір. Сізбен мәнді өмір, сізбен сәнді көңіл, жұмыс састар менен өтер жарты ғұмыр. Әріптестер деген жақының ғой ең бір. Сізбен мәнді өмір, сізбен сәнді көңіл, жұмыс састар менен өтер жарты ғұмыр. Көтерілсін көңіл, ән шығайық жеңіл, әріптестер деген жақының ғой ең бір. Сізбен мәнді өмір, сізбен сәнді көңіл, жұмыс састар менен өтер жарты ғұмыр. Көтерілсін көңіл, ән шығайық жеңіл, әріптестер деген жақының ғой ең бір. Сізбен мәнді өмір, сізбен сәнді көңіл, жұмыс састар менен өтер жарты ғұмыр. Қандай тамаша. Ал төрлетіңіздер. Астарыңыз әмді болсын, асықпай астан алып отырыңыздар. Арнайы қызметтестердің тілегін қоштап, жақсы бір тамаша әнімізді қабыл алыңыздар. Жарқырап күліп тұрған жайнаған көздер менен жолықсақ қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолықсақ қандай жақсы. Махаббат меңдегенде, жүректер шөлдегенде, лаулағанда көп болып көрмегенде, көріскен қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолықсақ қандай жақсы.
қандай жақсы. Көңілдер жібек бола, жүрекке тілек тола, жолықсақ күн досылар, қуаныш себеп бола. Жолықсақ қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолықсақ қандай жақсы. Ой, қандай тамаша. Ортада билеген ағапаларымызға бір қол соғып қойыңыздар. Ал енді рұқсат болса, жақсы бір кісіні шақырғым келіп отыр. Тілектің алаңына Есен атамыздың құдасы арнайы жұмыс бабымен кешігіп қалған, кешігейін деп кешіккен жоқ. Жұмабек көкеміз дедіңіз ба аға? Жұмабек па? Қателеспесем. Құда келіңіз. Жаным, жақсы бір тілегіңіз қандай. Құдеге, билеп. Ассалаумағалейкум. Жақсы бір тілектің кезеңі өзіңізде. Міне бүгінгі қуанышты кешке келген қонақтар, қуаныштарыңыз құтты болсын. Мына Құда 70 жылдық мерейтойыңыз құтты бола берсін. Деніңіз сау, өміріңіз ұзақ болсын. Өсірген қыздардың, балдардың қызығын көріп Құдағаймен жасай беріңіз. Құдай 100 жас берсін. Келесі мерейтойларыңыз да осындай бола берсін. Не дейміз? Немере шөберлердің қызығын көріп жүре беріңіз, тойыңыз той қаласа берсін. Мына ағайын туыс, Құда андалар үйіңізге жақсы күнге тойларға келсін. Тойлай берейік, тойыңыз тағы құтты бола берсін. Маралым менің, маралым. Құдеге кетпеңіз. Арнайы мынау тойдан тобықтай сыйлық. Өзгенің қошағын жылыттың, қай жерін ұнадың, несіне құнықтың, мен келден таба алмай, жүрмін сол құлықтың, ай-ай-ай жаным, ай-ай-ай жаным. Еселке фотоға түсіріп ала ғой. Есен атамыздың інісі Әсенбек көке. Дұрыс айттым ба, Бақытжан аға? Әсенбек ағамыз ба? Келіңіз, жақсы бір қазақтың қара домбырасымен ән салып берсем дейді сіздерге. Дейсің бе жаным, жүрегім қаламай, өзгелер мендей боламай, мендей жігіттің сезімін елемеу, сендей салқамға жарамай. Дейсің бе жаным, жүрегім қаламай, өзгелер мендей боламай, мендей жігіттің сезімін елемеу, сендей салқамға жарамай. Құрметті қауым, құрметті қалайық, мынау құрметті осы тойға жиналған ағайын туыс, бүгін мынау көкеміздің, Есен ағамыздың 70 жас мерейтойы, осы Есен ағамыздың 70 жас мерейтойында Мұқағали атамыздың туған күн деген бір өлең айтып берейін, одан кейін ізінен бір қат деген өлеңін жолдарын. Енді жаман айтсам айыпқа бермайсыздар, бірақ ауыр өлең.
мұқағали көкеміздің бір дүниеге налып бір туған күнде айтып отқан екі шумақ өлеңін орындап берейін. Қабыл алғайсыздар. Бүгін менің туған күнім ойпалай, мына қалқым неге жатыр тойламай. Туған күнде өзім тойлап берерім, тағдырымның жарытпай қойған ой. Тойланбасын етейін, той көрмей-ақ, сый көрмей-ақ өтейін. Қаламымды берші маған бәйбішей, болашаққа арыз жазып кетейін. Бүгін менің туған күнім ойпалай, мына халқым неге жатыр тойламай. Банкет жасап берер едім өзім-ақ, тағдырымның жарытпай қойған ендігі бір қат деген өлеңін орындап берейін. Көкем күнде 70-ке толып атқан жоқ. Осы көкемнің ізбасары біздер. Sağın tanış adırgıyım bettegam jıngılı jılsın tobılgıdı köktedi rahatta şu sırata oldun. Kuvansan şov sende söylem kep meni. Seni sağınışım
ағашта отырғады саралақы жұмырт болып үлгірді кеш екеуміз асыр салған жылғағы кеш екеуміз асыр салған жылғағы ең алғашқы нөсірді тау себелеп әлде қашан гүлге қонды көбелек байлық бақыт бәрі де бар ауылда қуансаңшы сен де сәулем кеп мені қуансаңшы сен де сәулем кеп мені Әкемізге бір қол соғып қояйық. Ботақаның қарайсың мөлдіреген көзіңмен аққу бар көлдегі махаббатты сезімнен Ата, домбырам беріп кетіңіз, Шәке. Ей, жан. Есен атамыздың немересі Елманды шақырайын. Мен де құрға алмайым, мен де өзімнің домбыраммен өнерімді көрсетсем дейді. Бір қол соғып қойсаңыздар. Болды ма? Ой, қандай тамаша. Сіздерде андай жоқ екен, микрофон ұстап тұрғандаға да қыстырайық деген. Кел. Домбырам беріп кет. Домбырам беріп кет. Атың? Дарын, Ал, жібер Дарын.
ұмытып қалдым. Ақша келген сайын ұмытып қалып отыр. Тартып болғаннан кейін бересіздер ма? Тарта бер. Басқа күй тарт. О, қандай тамаша. Күшті. Желкеңде, бәрі желкеңде. Баратрым сүйген сайын сеп баратрым. Кім? Кел. О. Атың кім? Аяру. Аяру? Күшті. Той емес, күйдің жарысы болып кетті ма, не болып кетті? Күй ғой, е? Аяру қыздарыңызға қол соқпайыңыздар. Қандай тамаша. Күй үйреніп алама құрсын. 6 сағат аузымда ұрып жүргенше қалжыңдай. Тағы Ерхан деген бар екен дейді. Қайда Ерхан? Кел Ерхан. Жан. Көргеннен көзі алмай қалдым. Күлкіңе кәусар қанбай қалдым. Күшті. Бәрі кетіп жатыр ма? Енді гитармен не тартсам бола ма? Қошса кесе. Келесі күй Түркештің күйі Көроғлы. Қабыл алыңыздар.
Молодец. Жан. Домбыраны сақ кет. Тағы бар шығар. Болды ма? Кім? Өзім барайын ба? Ау. Құдалардың атынан ба? Нұркен. Нұркен ба? Мынау тарта ма? Кел. Құдалардың атынан Нұркен. Орындық қайда? Көркіңнен көзді алмай қалдым. Күлкіңе кәусар қанбай қалдым. Сен домбыра тартасың ба? Новый құда ғой, Новый құда бала. Молодец. Рахмет. Маралым менің. Бұл жігіт негізі менімен бірге жұмыс істеу үшін келген бұл. Мобилограф. Кейде өтіргізгізім. Ал, рұқсат болса мен асабаның алларына жақсы бір біздің әкеміз бен анамыздың ұл қыздарын шақырайын. Ахмет көкеміз бастаған, келіңіздер, Бақытжан, Қалмырза. Қалмұрат, Қалмұрат, кешірім сұраймын, Қалмұрат. Марина, Рита, Биба. Ал, билеп шығайық, келіңіздер. Күнде 70-ке тола бермейді ғой, бір билеп шығыңыздаршы. Жібер. Міне, болса қоя. Қарайсың мөлдіреген көзіңмен, аққу бар күлдеген махаббатты сезімнен. Бір өзіңе бар сырымды айтайын деп келгенде, қалады тіл байланып ұялғандай өзіңнен. Бір өзіңе бар сырымды айтайын деп келгенде, қалады тіл байланып ұялғандай өзіңнен. Жолға аласың көптеге, желіп кетпей сағынышың. Келіңіздер. Ай жаным, ай жаным. Кімнен бастаймыз? Ахмет ағамыздан? Ал, көке, өзіңізде. Ассалаумағалейкум. Мына ұзақ жақыннан келген қонақтар. Міне бүгін әкеміздің 70 жасы. Құтты болсын. Жасына жас қосылсын, денсаулығы мықты болсын. Мына алыс жақыннан келген ағайын, нағашы жиен барлығына рахмет. Өсіп тойларда кездесіп отыра берейік. Үйлеріңізде тойлар болсын, барлығы жақсы күндерде кездесіп отыра берейік. Ассалаумағалейкум. Тойшыл қауым. Мына бүгін мерей жасыңыз құтты болсын, 70 жас құтты болсын. Не дейміз? Ұзақ өмір сүріңіз. Алдымызда ойнап күліп жүре беріңіз. Той болсын, әр шаңырамызда. Мына немере, шөбере көріп, қызығына тоймай жүре беріңіз. Ассалаумағалейкум. 70 жасыңыз құтты болсын. Әрқашан жастан жасқа жете беріңіз. Тойларыңыз құтты бола берсін. Кеш жарық құрметті қонақтар, міне бүгін қош
келдіңіздер. Мына алтын уақыттарыңызды, әрбір уақыттар адамға не ғой, сол уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге сіздерге ең бірінші мың алғыс. Міне бүгін ең үлкен қуаныш біздің отауымызда. Мен осы әкем мен анама бүгінгі 70 жастарыңыз, тойларыңыз құтты болсын деймін. Әрдайым өстіп балаларыңыздың алдында жарқырап, Алланың берген жақсын жасап жүре беріңіздер. Біз сіздердің осы жақсы күндеріңізде, жақсы сәттеріңізде бірге болып, ойнап, күліп осылай жүре берейік. Мен осы ата-анама ризамын, осында біздің қуанышымызды бөліп келіп отырған барша осы қауымға мен ризамын. Көп-көп рахмет. Әрдайым сіздердің оттарыңызда, бастарыңызда осылай құт береке, қуаныш тойға ұласа берсін. Көп-көп рахмет. Содан мен осы әке анама, ата-анама осында отырған барлық қауымдарға ризамын деген әнімді сіздерге шырқап бермекшімін. Көп-көп рахмет. Кішкене сыйлықтарымыз бар, соны тапсыруға рұқсат берсеңіз. Ана әке жанға қуат дәрісің, ана әке. Сөйлемейсіздер ма? Келіндер тілек етпейсіздер ма? Күйеулеріңізге қосыласыздар ма? Жаным, үйде де қосылсаңдар болады ғой, сөйтіп. Алтын жүзік. Атамызға 6,5 теңгелік шапан дейсің ғой сол, Нөркөй шапанда бар ма? 7,5 теңге ғой, 6,5 теңге. Біз еркектер сондай ғой өзі. 6,5 теңгелік шапан жаба салады, мамаларға алтын береді. Бұмаса папаныкі ғой 70 жас. Қалжындаймын, жандарым. Бір қол соқ қойын, ол қыздарына. Жанға қуат дәрісің, ана әке, біздер гүлді әрісің, ана әке. Бір фотоға түсіп алайық, күшті ғой, семейный фотоға. Семейный фото. Түрлеріңізге қараса бар ғой, 3-4 фотоға түсіп отқан сияқтысыздар сіздер ше. Бір күліп түсіңіздерше, күшті болып естелік қой. Әкеміздің 70 жас мерейтойы. Папаны құшақтап тұрыңыздар, маманы құшақтап тұрыңыздар, жандар. Әке болған айыз, балалық шақ. Бақытжан ағам күшті, әйелін қолынан ұстап алды, папаны құшақтап тұр десем. Ал, Марина апамыздың жақсы бір сіздерге ризамын деген әнін орындауға рұқсат етіңіздер. Әжетайым қандырып құмарыңды, еркелеттің жанада ұланыңды, өздеріңе арнадым бұл әнімді шіркін. Қамқорым шаттығым бақ гүлім даналарым, қамқорым шаттығым бақ гүлім даналарым. Ризамын аяулы пейіліңе, ризамын тымыстық мейірімге, ризамын ұлағат сейіліңе. Қамқорым шаттығым бақ гүлім әжелерім, қамқорым шаттығым бақ гүлім аталарым. Ыстық маған әкешім алақаның, апатайым ер жетті балапаның. Биік бұлдау ұлың мен ағутауың шіркін. Нұрлы өмір сыйлаған сыйладам даналарым, нұрлы өмір сыйлаған сыйладам даналарым. Ризамын әкешім сүйенішім, ризамын анашым келімсің, ризамын перзентің сүйенішін. Нұрлы өмір сыйлаған сыйладам әкелерім, нұрлы өмір сыйлаған сыйладам аналарым.
айдын. Тілеулес бауырлас ауылдас ағайындар, тілеулес бауырлас ауылдас ағайындар. Ризамын тіл өскен бауырыма, ризамын ағайын ауылыма, ризамын ақпейіл қауымына. Тілеулес бауырлас ауылдас ағайындар, тілеулес бауырлас ауылдас ағайындар, тілеулес бауырлас ауылдас ағайындар. Рахмет. Ей жандарым, Марина апамызға бір қол соғып қояйық. Ал төрлетіңіздер. Бар көлдегі махаббатты сезімден, бір өзіңе бар сырымды айтайын деп келгенде, қалады тіл байланып ұялғандай өзіңе, бір өзіңе бар сырымды айтайын деп келгенде. Есен ата кетпеңізші. Ата, келіңіз ей жан. Жоқ сізде қалыңыз. Ей жан, не деген бақыты? 70-ке келіп, Аллаға сансыз шүкір, Есен атамыздың енесі бар әлі. Бір қол соғып қойыңыздар, ей жан. Енді мына бір жақсы сұрақ қойғым келіп отырғаны, бұл сұрағым ер кісілерге арналады. Әжетханада 2000 теңге тауып алдым. Жоқ, әзілсіз 2000 теңге тауып алдым. Кімдікі? Кімдікі? Жоқ, рас, 2000 теңге әжетханадан тауып алдым. Кімдікі? 3 рет сұрадым. Халық куә, тапқандікі. Өкпе-реніш болмас. Қалжындайым құрсын. Шынымен тауып алдым. Жоғалтқан кісі болса, келіп алып кетсеңіздер болады. Ал енді мына ата, қазақта жақсы сөзі бар, тойға кел деген бар, кет деген жоқ. Жолаушының жолын байлама дейді. Төрт көзіміз түгел кезінде, мынау ортамызда анамыздың анасы бар. Жалпы айтқанда үлкен әкелеріміз бар, аналарымыз бар. Сол кісілер бар кезінде жақсы бір тойдың батасын алып алсақ деген ниеттеміз. Тойдың батасын алмастан бұрын өздеріңіздің жақсы бір ақ тілектеріңіз айтып жіберсеңіздер. Келген туған туысқа. Құрметті ұзақ жақыннан келген ағайын, жегжат туыстар, құдалар, нағашылар, бажалар, жиендер, жегжат жуықтар. Мінекей бүгін Есен аталарының, Есен ағаларының 70 жасын тойлап, уақыттарыңызды бөліп келгендері үшін үлкен рахметімді айтамын. Сіздердің де отбасыңызда әрдайым осындай жақсы тойлар болсын. Жұмыстарыңыз оңынан келсін. Алладан не тілек болса, Алла сіздердің тілектеріңізді беріп, осы тойға жалғаса берсін. Сіздердің отбасыларыңызда да біздер тойда болайық. Не тілек болса, тілектеріңізді Алла қабыл етсін. Той қыласын. Үлкен рахмет келгендеріңізге. Ойнаңыздар, күліңіздер. Ендігі асабаға байланысты баламыз. Рахмет, балама да рахмет. Бағым қайда, жақсы адамдарым. Көп тілегі көл деген, мына көп тілегі көл деген, көптің тілегіне рахмет. Осындай біздің қуанышымызға серік болып келіп отырсыздар. Сіздердің үйлеріңізде де той болсын, сіздердің де осындай қызықты күндеріңізге куә болайық. Барлықтарыңыздың қадамдарыңызға гүл бітсін. Не дейміз енді, дүниямыз тыныш, деніміз сау болсын, отбасымыз аман болсын. Төрт көзіміз түгел ылғи тойда жүрейік. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін, рахмет барлығыңызға да. Әже, халықтың алдында шалыңызды құттықтамайсыз ба туған күнімен? Бір құттықтап қойыңыз енді. Бір тілек қойыңыз. Не деймін, шалымызға туылған күні құтты болсын деймін. Өмір жасың ұзақ болсын, балдардың алдында, туған туыстардың алдында ойнап күліп жүре берсін деймін. Дені сау болсын. Веселик
Айтпасын оны біліп отыр. Жоқ, ата мәндайынан сүйіп қойыңыз. Әже мәндайынан сүйіп қойыңыз. Или бір ескеңіз. Міне бір қол соғып қояйын. Алла нұры жаусын. Ата қартаймаңыздар. Мына келген туған туысқа, өзіңіздің кейінгі ұрпаққа, сіздің жастарыңыз, сіздердің жақсы күндеріңіз жұғысты болсын дейміз. Тек тойда жүріңіздер, той тойлап жүріңіздер. Ата мен әжеме бір қол соғып қояйық. Ата, мына кісіні тастамасай қасыңнан. Қолынан ұстап жүр, ата. Ей, жан. Сен дедің, жаным ау сен дедің, жаныма керегі, жаным ау сен едің, мен жақсы көретін, жүрегім сен едің. Алланың нұры жаусын дейміз, қартаймаңыздар. Ей жан, манадан айтып жатыр қой, күлсең кәрі көгіл жасын берсін дейді. Сіздердің жастарыңыз шығысы болсын біздерге. Ал енді рұқсат болса, жақсы бір бата сұрайық. Мына жол жүрем дейтін кісілер болса, рұқсат берейік. Сосын батадан кейін, мына уақытым бар, мен кішкене билей тұрсам болады деген кісілерде батадан кейін үйге қайтасыңдар. Қалжыңдаймын. Ал енді рұқсат болса, тойдың батасын біздің ақ жаулықты анамыздан алсақ дейміз. Кереметтей, Есен әкеміздің енесі Тілләш анамыздың 9 ай 9 күн құрсағында көтерген алтын анасынан ақ бата сұрайық. Ал апа, илаху амин. Аумин. Аумин десең қолың жай, жарылқасын бір Құдай, жарылқа Алла қабілет, жарылқаудың қамын ет, Мәдинада Мұхамбет, Түркістанда Қожа Ахмет, 4 аяғыңды түгел ет, 2 аяғыңды есен ет. Бұхарада бәуеден бере берсін, әуеден кеткен келіп, кемтік толып, отан тыныш, отыңның басын аман ет. Әуелден ақырларыңды берсін, бастарыңа байлық берсін, дендеріңе саулық берсін. Балдарың, өздерің осы 70 жасты тойлап жатырмыз. 70 жасқа Құдайдың берген жасын қоса беріңдер, 100-ге жетіңдер. 80-де селкілде, 90-да тоқтама, 100-ге жорғала деген нақалдар бар ғой. Сол 100-ге жете беріңдер. Балдарың бақытты болсын, өбірлі болыңдар, шүбірлі болыңдар, жусандай түбірлі болыңдар. Екі жақтың ауыз біршілігін берсін, бақытты болсын балдарың. Осы келген құдағайлар, жақын жуық жегізаттар, бәріңе рахмет айтам. Осы тойларға жете беріңдер, тойлар тойғаласа берсін. Аумин, той тойғаласын. Аумин, әже, берген ақбатаңыз қабыл болсын дейміз. Алланың нұры жаусын. Ал енді мына бүгінгі Есен атамыздың туған күн кешінде үлкен кісілерге сіздеудің орнына сен деп қойып, немесе әзілімде қате кеткен жерім болып, үлкен кісіге ауыр сөйлеп қойған жерім болса, шын жүректен барлықтарыңыздан басымды иіп кешірім сұраймын. Ал енді мына келесі қуанышты той Есен атамыздың шаңырағындағы әжем мен атамның 100-ге толған мерей той болсын деймін. Алла соғын нәсіп етсін. Тойда жүріңіздер, той тойлап. Барынша көңіл күй сыйлады деп ойлайтын Рудный қаласының ең мықты асабасы емес, қарапайым жалғас твист. Жалғаса саба бәріңнен айт, әзіл дегенде бәрі қолайт. Той қаласын, келесі кездескенше сау, сәлеметті болыңыздар. Ал кет, көк жүгілейік.